Сәлем достар, бүгін сіздермен Наурыз мерекесіне орай Наурыз көже жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз етімізді асып қайнатып алатын боламыз. 2 сағат, 2-2 жарым сағаттай. Сүрленген ет болса тіптен жақсы, ерекше дәм беріп тұратын болады. Арпа қосатын болғандықтан арпамыздың үстіне қайнаған суымызды құйып, 1-1 жарым сағатқа бұқтырып қоямыз. Мен көжеге қамыр қосатын болғандықтан қамырымды илеп, тұндырып қоятын боламын. Әркім әртүрлі жасайтын болғандықтан наурыз көжеге негізінде кеспе қосу міндетті емес, бірақ осылай дәмдірек болады. 15-20 минуттай қамырым тынды. Енді осыны жайып, одан кейін кеспе түрінде кесіп алатын боламын. Кесетін кезде осылай үстіне ұнды көбірек себеміз, себебі ораған кезде ол ұнымыз сіңіп, бір-біріне жабысқалуы мүмкін. Оңай ашуы үшін осылай көбірек ұн сепкен дұрыс. Етіміз пісті, 2 сағат қайнап, етімізді алып, сорпамызды жақсылап сүзіп аламыз. Одан кейін үстіне жаңағы 2 сағат бұқтырған арпамызды салып, жарты сағат қайнататын боламыз. Мынау менде құрттың үстіне ыстықтай сорпаны құйып, құртты езіп алған болатынмын. Осыны қазір көжеміздің үстіне құямыз. Піскен етіміздің барлығын ұсақтап турап аламыз. Мінекей біздің арпамыз 20 минуттай қайнатып алдық. Енді осының үстіне тарымызды салып, тағы да 10-15 минуттай қайнатып алатын боламыз піскенше. Ең соңынан кеспемізді салатын боламыз, себебі кеспеміз біздің 2 минутта піседі, тез дайын болады. Орташа отта 2-3 минутқа қалдыратын боламыз, кеспеміз піскенше. Біздің көжеміз осымен дайын болды. Отымыздың астын өшіріп, етімізді жаңағы пісқан, туралған етімізді үстіне салып араластырамыз. Және жаңағы езілген құртымызды қалауларыңыз бойынша айран құйсаңыздар болады. Айран құйсаңыздар өте дәмді, керемет өзіндік бір дәм беріп тұратын болады. Және дәміне қарай тұздарыңызды ұмытпаңыздар. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын болды. Баршаңызға жасауға кеңес етемін. Келіп жеткен наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын.